Бүгін таңертең сағат 10-дарда мен балам Алиханмен бірге папасы екеуі балыққа кетіп еді. Содан сағат дейтін обедтен кейін келіп тұр екеуі. Мә келсем, қарасам осындай бір шелек толтырып балық алып келген ғой. Мына жерде дейтін табан мен сосын дейтін ана балықтың аты қалай еді. Табан сосын дейтін ұмытып қалдым, үшін бір екі түрлі балық алып келген. Мә енді дейтін айтады, нан дейтін ашып бәрін қуыру керек дейді. Сосын мен айтамын, қой бәрі көп қой. Шетінен андай вобла ұмытып кетіп атын ұмытып қалдым ғой. Вобламен табан дейтін балық. Сосын мен айтын, қой ана көп қой дедім. Біраз қандай соның арасында аяқ күште балықты суға салып көрейінші деп. Негізі тірілер де бар арасында, бірақ именно өліп қалған екен. Соны дейтін қызық көріп табаққа суға салып көрейінші қарап еді, ғой мен дейтін дым жыбырламайды. Ал кейбіреулері арасында вообще кәдімгідей секіріп жатыр ше. Сосын тағы бір үлкен салып еді, ол дейтін не екен, тірі екен, ол арасында жыбырлайды енді. Соны дейтін суға салып қызық көріп жүргенше ана аквариумдағы балық сияқты алып көріп жүр. Содан не керек, общем дейтін балықты дейтін ашу басталып кетті. Мына жерде папамыз өзі балықтың бәрін әкел, мен ашып берейін деп. Соны қуанып кеттім. Алдына дейтін ашитын коробкасын, сосын таза ашыған балықты салатын коробкасын бәрін дайындап бердім де, сықиып тазалап бердім. Бәрін бір жуып алдым, қыздар. Енді тағы да бір рет жуайын деп, осылай раквинаның ішін аппақ қылып бәрін тазалап, тағы да бір шайып алайын деп жатырмын. Мен дейтін жаман әдетім, балықты дейтін сіздерге өтірік, маған ішіне бір 5 рет 6 рет жуатын шығармын, есін тандырамын қасқаларын. Өлтіріп тұрып тап-таза қылып сықитып жуып алдым да, мына жерде дейтін бәрін осылай ыдысқа салып, одан кейін бардым да іштерін тазалайын деп осылай дайындалдым. Мына жерде дейтін тақтайымда, пышағымда бәрін дайындап алып, қазір патырлатып мыналардың іштерін бәрін, ішек құрылыстарын бәрін сыпырып сиырып алам. Одан кейін барып қуыруға әзірлейін деп жатырмын, короче. Содан кейін бардым да, мына жерде дейтін табан дейтін балық қой, мынау білесіңдер ма, балық танисыңдар ма негізінде? Мен негізінде дейтін балықты бұрын танымайтын едім, қазір осыны білем, көп балықтарды, анау андай, мынау мындай деп аттарын. Соның құйрығымен осылай бастарын алып тастаймын негізінде қуырғанда. Кейбіреулер осылай бүтіндей қуырады. Мына көбінің ішінен андай не шығып жатыр, икра шығып жатыр мынандай балықтардың. Содан кейін бардым да икраларын бөлек бір неге салып алдым, тарелкаге. Қазір икраларын да бөлек қуырамын ғой деп. Міне бәрін, ішкі құрылыстарын бәрін алып сықитып, тағы да аппақ қылып тағы да тазаладым. Енді ана балықтың бәрін алып, осылай үстерінен бүйтіп мелкий қылып уақтап, осылай андай қуырғанда, чтобы ана қылқанын көп қой мына балықтың, сол үшін ана қуырғанда маймен қуырып кетсін деп, ата балалар қалып қалады деп, осылай балықтың бәрін ерінбей жасап шықтым. Мына жерде дейтін менде жаңағы табан мен вобла. Бұл негізінде көп қылқанды балық. Негізі мен айтқан папамызға, анам бәрін ерінбей мясорубкадан тартып фарш қылайыншы деп едім. То осылай қуырып жегім келіп тұр дейді. Жақсы онда деп. Соны алдында бәрін тұстап жатырып, мына жерде бәрін араластырып қойдым. Кішкене тұзын сіңдіріп, бір жарты сағаттай қойдым да. Одан кейін барып, манағы икра бар ғой, шыққан бір дала икра шықты. Сол икраларын бәрін миксермен осылай жұмыртқа салып, ішіне сүт құйып, одан кейін онымен осылай араластырып, мен постоянно балаларға не жасап берем, икрадан оладьи жасап беремші. Соны кішкене үлкендеу ыдысқа салдым да, үстіне осылай 2 жұмыртқа салдым. Одан кейін барып тұз салдым. Сосын менде андай безпроводной миксерім бар ғой, алдында Пендоштан алған, сол керіндей рахат шуатып андай тоғын созып жатпайсың. Сонымен дырылдатып өйсіп, енді жағы балықтың ішінен шыққан экран бәрін осылай сықитып бәрін нетіп алдым, миксерлеп алдым да. Одан кейін барып вилкамен тағы да қосымша осылай нетіп алдым да, былғап алдым да. Үстіне одан кейін барып сүт құйдым, топленый сүт. Менде сүт без разницы қандай сүт құйсаңдар да. Мен топленый сүт болғаннан кейін осыны құйдым. Одан кейін барып ұнын салдым осылай. Мен мына жерде негізінде андай блендермен де үстінен басқан едім, бірақ блендермен басқан жерім түспей қалыпты видеоға. Блендермен үстінен басқанда вообще күшті болып кетті. Ішінде дым комок қалған жоқ.
содан кейін барып осылай майымды әзірледім. Майымды әбден сақылдатып қайнатып алдым. Майдың қызғанын мен ана спичка бар ғой, спичканың бір талын салып жіберем. Сол кезде майдың қызғаны білінеді. Осылай сақылдатып қайнап балықтарымды тағы жудым. Айттым ғой, мен иісін тандырып жуа берем. Содан кейін барып үстіне осылай салфеткамен суын бәрін сорғытып, салфеткамен бәрін үстіне басып салфеткамен тазалап алдым. Суын сорғытырып алдым да. Сосын как обычно ұныма батырып балықтарымды осылай қуырып алдым, қыздар. Мына жерде майым сақылдап қайнады. Мына жерде екі жағын ұнға батырып балығымды сақылдап тұрған майға осылай салып қуырып бастадым. Тереземді бәрін ашып тастадым. Мына жерде ненді газовканың үстінде ашып қойдым. Общем, дейтін бәрі майдың иісі үйдің ішін алып кетеді деп. Жалпы негізі мен майды даладағы газовкаға қуыратын едім, бірақ күн салқында болғасын жарайды деп ішке қуыра салдым. Қыздар, осылай міне қуырған балығым, икрам бәрі күшті болып шықты. Ал бізге ас болсын, маған лайк қойып, комментарий жазып кетіңіздер. Қыздар, рахмет баршаңызға.